Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін гарнирге күріш дайындаймын. Шашырап, дана-дана болып пісетін күріш жасаймын. Сіздерге өз пісіру жолымды көрсеткім келеді. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бір кесе күрішті алып ыдысымызға саламыз. Өзіңізге керек мөлшерді аласыз. Мен бір кесе күріш алдым. Содан соң салқын суда жақсылап жуамыз. Яғни крахмалы кетіп, тап-таза суымыз мөлдір болғанша жуамыз. Мен 6-7 рет қайталап жудым. Содан соң ыдысымызға 3 ас қасықтай сұйық май құямыз. Орташа отта қыздырамыз. Жуып дайындап қойған күрішімізді саламыз. Салып, араластырып қуырамыз. Яғни бізге күрішіміздің барлық жеріне біздің майымыз тиюі қажет. Көп қуырудың қажеті жоқ. Осылай араластыра отырып 1 минуттай қуырамыз. Содан соң қайнап тұрған ыстық су құямыз. Мен 1,5 кесе ыстық су құйдым. Яғни 1 кесе күрішке 1,5 кесе су құямыз. Енді дәміне қарай тұзын саламыз. Араластырамыз. Отта қатты қайнаған соң бетін қақпағын жаппай 2 минуттай қайнатамыз. Содан соң кішкене су тартыла бастағанда бетін жауып, ең төменгі отта 20 минут бұқтырамыз. 20 минуттан соң осылай бізде күрішіміз дайын болды. Әр адамның өзінің жасалу жолы әртүрлі болуы мүмкін. Мені көріп отырған оқушылар, студенттер, тіпті жас келіндер болуы мүмкін. Егерде сіздерге көмегім тиіп жатса, мен тек қана қуанамын. Сондықтан да осы рецептпен жасап көріңіз. Сіздің қолыңыздан келетініне сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, төменге өз пікіріңізді жаза кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған ол мекен ас болсын. Хош сау болыңыздар.